Каспий зияткерлік мектеп бақшасында «Кім болғым келеді» атты мамандық фестивалінің Baby Skills жобасы ұйымдастырылды. Бұл шара World Skills Ақтау 2021 чемпионаты аясында өтіп жатыр. Жобаның қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттары бар. Біріншісінде көп салалы оқытудан оқу нәтижесінде балалар әртүрлі қызмет салаларында бастапқы кәсіби дағдыларға ие болады. Әртүрлі мамандықтарда өз қабілеттеріне көрсетуге мүмкіндігі де бар. Ал екінші нысанында ерте кәсіби сынамалардың тұрақты жұмыс істейтін полигонын құру, әрбір мектепке дейінгі жастағы балаға және бастауыш сынып оқушыларына кәсіби мамандардан білім алып, отандық және халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, заманауи кәсіби құзыреттер туралы толық түсінік алуға мүмкіндік береді. Жобаны Маңғыстау облыстық білім басқармасының басшысы мен Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжінің директоры ашып берді. Заман талабына сай ерте жастан мамандыққа баулу керемет жоба. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Сіздерде волонтерлар бар, еріктілер, осы сіздердің, біздің барлықтарымыздың орнымызға келетін ертеңгі кішкентай бүлдіршіндер. Осы балаларға беретін бағыттарымыз әрқашанда дұрыс бағытта болсын. Осындай кішкентай бүлдіршіндерімізді өздерінің жанында тұрған ағалары мен апалары сияқты болашақта студент болып, мамандық таңдап және Baby Skills байқауынан World Skills байқауына қатысушы ретінде қатысып жеңімпаз болуларыңызға тілекшімін. Жобаға орта арнаулы оқу орындарының World Skills чемпионатында жүлде алған студенттері мен зияткерлік мектептің оқушылары қатысты. Ал Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжінен дене шынықтыру және бастауыш білім мамандықтарында тәлім алатын студенттер қатысуда. Солардың бірі колледждің 4-ші курс студенті Жансая Тұрданова. Біз бұл жерде бастауыш білім беру құзыреттілігі бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Біз алдын ала видео түсірген болатынбыз. Және де осы баламен жұмыс жасаған болатынбыз. Яғни біз жіппен сурет салу арқылы одан әртүрлі гүлдерді шығару арқылы жұмыс жасаған болатынбыз. Және де біз олжас бұны кімге беретін болдық? Анамызға. Анамызға сыйлайтын болдық. Анамызға береміз. Жоба бір күнге арналған. Ұйымдастырушысы Каспий зияткерлік мектеп бақшасының ұжымы. Сәбит Ұлықпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.